Сәлем баршаңызға достар. Бүгін сіздерге өзімнің палау жасау әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Ең әуелі қажетті азық-түліктердің барлығын ашып, дайындап, кесіп турап аламыз. Сәбізіміз бен пиязымызды бір қалыпты етіп, әдемілеп турап аламыз. Мен соломка етіп тураймын. Барлығын турап болғаннан кейін қазаныма 2 ожау сұйық майды құйып аламын. Ал қазаным толық қызамын дегенше, мен уақытымды үнемді пайдалану үшін етті турай беремін. Мен сиыр еті мен сұр етті пайдаландым. Ол өте дәмді болады. Жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Менің қазаным толық қызған екен. Ендеше пиязымды салып қуырамын. Пиязымыз толық қызарып, қуырылу үшін міндетті түрде оттың астын бақылап және қозғап тұруымыз қажет. Күйіп кетпеуі керек. Осылай пиязымызды қызартып қуырсақ, біздің палауымыз қызыл түсті болады. Мінекей, мен қызартып қуырдым. Енді осы пиязымыздың үстіне етімізді сала беруімізге болады. Мен етті де қызартып, әдемі болғанша су құймаймын. Жақсылап етімізді қуырып аламыз. Мінекей, мен өз сұр етімді де қостым. Ол өте керемет дәм береді. Осылай екі бетін қызарғанша араластырып, қарап, бақылап тұрамыз. Етіміздің үстіне шамалап, керекті мөлшердегі тұзымызды салып араластырып аламыз. 2 стақан ыстық суымды құйып, тағы да араластырып шығамын. Міндетті түрде оттың астын төменгі отта қойып қайнатамыз. Қатты қайнап кетсе, етіміз дұрыс піспей қалады. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, етіміз 1 сағат қайнап шықты. Енді үстіне туралған сәбіздерімізді салып, оны тағы да 20-30 минуттай қайнататын боламыз. Бетін міндетті түрде қақпағымен жабамыз. Мен міндетті түрде таразыға керекті мөлшердегі күріштерімді аламын. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Жақсылап күрішімізді жуып алып, қазанымызға саламыз. Мінекей, біз күрішімізді салдық. Енді татымына қарай тұз және кішкене мөлшерде мен қант саламын. Сондай-ақ менде дәм беру үшін және қызарту үшін осындай приправа қолданамын. Егер сіздерде бұндай заттар болмаса, салмауларыңызға да болады. Татымына қарай зыра, мүйіз, немесе сарымсақ салуға да болады. Осылай мен барлығын салып, үстіне қайнап тұрған ыстық суымды құйып аламын. Міндетті түрде күрішті үстінен суымыз батып тұру керек. 20 минуттан кейін палауымыздың ортасын қасықпен тесіп, осындай целлофан мешокты аламыз да, үстінен жақсылап жауып қоямыз. Бетін қақпақпен жауып, 20-30 минуттан кейін астын жай отқа қойып, бұқтыратын боламыз. Мінекей, сіздерге өте керемет әрі дәмді палау дайын болды. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар.